Ассалаумағалейкум. Бүгін біз импотенция туралы сөйлесетін боламыз. Жалпы импотенция ғана емес, мүшенің әлсіздігі, эрекцияның төмен болуы үшін импотенцияның кейбір симптомдарына кіреді бұл. Жалпы енді бұл импотенция туралы сіздер білесіздер деп ойлаймын, өйткені ютубтағы бүкіл видеолар қарап, мүшенің әлсіздігі қалай болады, кейбір дәрігерлеріміз сол жерде өздерінің препараттарын сіздерге ұсынып жатты, соларды іш, бүйт, сөйт деп. Жалпы бүгін ондай ешқандай препарат сатпаймын мен, ондай нәрсе іш бірдеңе менен сатып ал деп айтпаймын. Нақты іске көшуге жалпы бұл ауруды қалай емдеуге болады. Енді айтатын болсақ, қазір ғана өзіңіз ютубтың ақтарып менің видеома келдіңіз, тоқтадыңыз, дұрыс шешім қабылдадыңыз. Енді видеоны толығымен көріп шығыңыз, өйткені мен қазір ұсынатын терапиялардың барлығын бұлжытпай орындасаңыз ғана сіз импотенция, эрекцияның төмен болуы деген нәрселерден құтыла алатын боласыз. Жалпы енді импотенция туралы мен сіздерге кішкене ғана мәлімет бере өтейін. Бұл қандай симптомдар, қандай, не себепті болуы мүмкін деген. Ең бірінші бұл психосоматика, стресстік мәселеде жүрген адамдарда бұл ағзаның бұзылуы болады, және де осы еркек адамның мүшесіне қатты әсер етеді. Осының салдарынан да бұл мүшенің әлсіздігі, эрекцияның төмен болуы да мүмкін, және де екінші вариант бұл суық және инфекция. Ал енді сіз импотенциядан емделмейтін болсаңыз, мүшенің әлсіздігінен емделмейтін болсаңыз, білесіздер, енді бұл жерде өте ауыр жағдайлар болады. Еркектерде мысалға кейбір маған келген адамдарды айтады, ешкімге керек болмай қалдым деп. Ешкімге кәдімгідей әйеліме де керек емеспін, басқаларға да керек емеспін. Ең ауыр нәрсе де бұл еркек адам үшін. Ал енді осы нәрсені болдырмас үшін сіз қазірден іске кірісуіңіз керек. Өзіңіздің денсаулығыңыз, өзіңіздің өміріңіз. Жалпы бұндай әлсіздікті жою үшін сіз бірінші висцеральный терапия жасауыңыз керек. Мынау ішкі ағзаның моторын жүргізесіз, бүкіл протоктарды ашасыз, жалпы мүшеге баратын қан тамырлардың жолын ашасыз, жалпы қан айналым жүйесін қалыпқа келтіру керек. Бұл висцеральный терапия арқылы қалыпқа келтіру. Өзіңіздің қалаңызда висцеральный терапия болатын болса, барасыз да айтасыз, менде осындай мүшенің әлсіздігі болып жатыр. Маған урология жағына бір массаждар керек. Урология деген жағы не емес, векторный массаж емес. Мынау анусқа қолды соғып басатын жоқ, ондай емес. Кәдімгі дұрыс кішкене ғылыми дамыған түрдегі бұл урологиялық массаж деп айтады. Бұл яғни висцеральный терапия. Осы терапияны алғаннан кейін барып, сіз не істейсіз? Укроптың семенасын ішесіз. Яғни аскөк дәні. Аскөк дәні деген міне. Сіздер көрсем. Аскөк дәні деген осындай болады. Білесіздер ғой, укроптың дәні барлықтарыңыз. Осыны жалпы біздің медицинада қазір қолданбайды, ешкім ұсынбайды екен. Негізі бұны Жапония мемлекеті қатты қолданады. Және бұрынғы кездерде бұны жолға шыққан кезде кәдімгі дәрілік зат ретінде үнемі осыны қолданып жүрген кейбір адамдар болады. Цитрамон алады, басы ауырам деп, парацетамол алып жүреді жолға. Ал бұны бұрынғы кезде кәдімгі мықты дәрілік зат ретінде қолданған. Енді бұның аскөктің шырыны бар ғой, кәдімгі соның көзге де пайдасы бар, іш құрылыста да пайдасы, бактерицидтік керемет пайдалары бар негізінде. Неге аскөк ішу керек деп айтса, аскөктің дәні? Өйткені урологиялық мүшеге ең пайдалы элементтер бұл калий, магний, цинк деген элементтер. Осы элементтер бұл аскөктің ішінде бар. Және де бұдан бөлек басқа да ағзаның жұмысын жақсартатын 12 түрлі мықты элемент бар бұның құрамында. Дәл осы элементтерді сіз күнделікті 6 ай, 5 ай бұрын қайталай беретін болсаңыз, ішіп өте керемет нәтижеге жетесіз. Өйткені бұл тексерілген, мен ойымнан ештеңе айтпаймын, ғылыммен, кітаптардан, барлық жерде практиковать етілген нәрселерді ғана мен сіздерге ұсынып отырмын. Ал енді мынау қалай дайындалады дегенге ешқандай қиындығы жоқ. Дәл осында стаканмен аласыз да, қайнаған су болады ғой, қайнаған. Сол суға аласыз да, мынандай бір шай қасықты алып, осыған салып, бетін жауып, бір жарты сағатқа қойып қоясыз. Соны жарты сағаттан кейін ішесіз. Осындай стаканды күніне
3 рет бөлесіз, азанда, түсте, кешке, тамақтан 30 минут бұрын осыны ішіп отырасыз. Және де бұл аскөктің керемет пайдаларының бірі, бұл сахарный диабет, қан қысымының жалпы қан қысымын қалыпқа келтіру функцияларын атқарады. Және де бұның да басқа да дәрілік заттар секілді противопоказаниясы бар. Ол противопоказаниясы шөпке аллергиясы бар адамдарда, давлениесі өте төмен адамдарда, және де көзі көрмейтін адамдар болады, өте нашар көзі көретіндер. Сол адамдарға ішуге болмайды. Жалпы бұл дәрігердің кеңесі бойынша, дәрігермен кеңесі отырып, сіз бұл нәрсені ішсеңіздер болады. Алланың қалауымен болады енді барлық нәрсе. Егер де дәл осы мен айтқан нәрселерді бұлжытпай орындайтын болсаңыз, сіз мүшенің әлсіздігінен жарты жыл уақытында жеңіп шығатын боласыз. Енді кез келген адам көбісі ойлайды ғой, мен тез болып кетсе екен, бәрі жоқ, ондай нәрсе емес. Бұл сізге обезваливающий нәрсе емес, күш беретін, сразу күш беретін химиялық қоспа емес, бұл кәдімгі табиғи нәрсе болғаннан кейін сіз ұзақ уақыт емделуіңіз керек. Егер де сіз денсаулығы мықты ер азамат болғыңыз келсе.